Бүгін сіздерге осы геро лағманның жасалу жолын, құпияларын барлығын бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Суын дайындап аламыз. Жай судан көрі осы суды дайындап құйсаңыздар, өте дәмді болады. Имбирді жуып, тазалап, турап, сарымсақты үстінен турап, ыстық суды құямыз. Қайнап тұрған су болуы керек. Содан соң бөлме температурасында суға алып қоямыз. Келесі бұл біздің еттің дұрыс маринадталуы, бұл лагманның дәміне байланысты. Дәмін ерекше қылады. Етті турап, үстіне бір жұмыртқа, кукурузный крахмал, тұз және соевый соусты құятын боламыз. Етті жіңішкелеп жұқалап турасаңыздар жақсы. Одан кейін жақсылап араластырып, холодильникке бір күнге немесе 3 сағат, 4 сағатқа алып қоюға болады. Маринады жақсы болып сіңуі керек. Негізгі құпияларының бірі осы етінде. Одан кейін қамырын илейміз, ұн, тұз және салқын сумен. Салқын су міндетті, өйткені бізге қатты қамыр қажет. Қамырды илеу барысында қолдың күшін сала отырып илейміз, және қамыр осындай шашыраңқы болуы мүмкін. Оны пакетке салып, қайта-қайта иін қандыра отырып илегеннен кейін, ол өзінің формасын жақсы ұстап шығады. Пакетке салып алып қоямыз. Келесі салмасын дайындаймыз. Бізге осындай әртүрлі түстегі светофор перецтеріміз, пекинский капуста қажет болады. Бұрыштарымызды бөліктеріне бөліп, пышақты қиғаштап ұстап, қиғашынан турайтын боламыз. Сол кезде салмаларыңыз әдемі болып шығады. Нағыз ресторандағы лагман дайындайсыз. Капустаны да дәл солай. Қатты бөлігін және жұмсақ жапырақшаларын алып тастаймыз. Бұл жапырақшалар бізге қажет емес, өйткені бұны қуырғанда қазір езіліп кететін болады. Алып тастағаннан соң қатты бөлігін қиғаштап тураймыз бұнда. Одан кейін пиязбен чеснокты турап аламыз. Осымен біздің салатын салмаларымыз дайын. Одан кейін қамырға кірісеміз. Қамырымызды пакетінен алып, 4 рет қайталай отырып, иін қандырып илейміз. Яғни бір алып, илеп, қайттан салып, араларына 10-15 минут сала отырып, 4 рет қайталайсыз. Содан соң бізде дайын қамыр болады. Оны оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты қалың жұқа емес, осындай бөлімде сәл ғана жайып жүрсеңіздер болғаны. Одан кейін ұзыншалап, қатты жіңішке етпей, осындай бөліктерге бөліп, пакетке алып қоямыз. Содан соң бөліктерін аламыз, шемішке майды кішкене жағып, сұйық май деп айтамыз ғой. Жағып, бірінші партиясы бойынша жай ғана осылай қолмен үйкелеп шығамыз. Жай ғана қолдың қатты күшін салмай созып шығамыз. Созылған бөлігін орап, майлап, қайттан пакетке саламыз. Пакетіне ауа кірмеуі керек. Екінші бөлігінде де дәл солай, уже бұл созған сайын созыла береді. Мінекей көріп тұрсыздар. Бұны да қайталап барлығын сөйтіп созып шығамыз да, қайттанын майлап пакетке салып қоямыз. Одан кейінгісі осы үшінші, уже созылған, пісуге дайындалған қамыр болып шығады. Бұл созылған сайын өзі кете береді, үзілмейді. Және бөлмедің терезесі, есіктер ашық болмауы керек. Әйтпесе қамырыңыз кеуіп, неғып кетеді, үзіліп кететін болады. Неке бұл бізде 4-ші партиясы. Осылай жай ғана қолын созсаңыздар созылып кетеді. Қолмен жинап, сәл-сәл ұрғылап жібересіз. Қатты ұрудың қажеті жоқ. Және осымен біздің қамырларымыз дайын. Енді пісіреміз. Суға салқын суды қайнатамыз, тұз салып. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Міне осы сағырлап қайнауы керек. Соның үстіне вилканың көмегімен бірінші жай-жай салып, араларын ашып араластырып жібересіз, әрі қарай өзі пісе береді. Жабыспайды, өте жақсы болып шығады. Одан кейін беті осындай әппақ болып бүлкілдеп қайнаса, уже қамырыңыз дайын деген сөз. Вилканың көмегімен дәл осылай сүзіп аласыз. Сүзгінің қажеті жоқ. Одан кейін бетіне сұйық май құямыз. Суға салмаймыз, сұйық май құясыздар. Бірінші ыстық болады, сосын осылай шаншығының көмегімен араластырып, кейін қолмен араластырсаңыздар болады. Сонымен біздің қамырымыз да дайын болып тұр. Енді біз подлива дайындаймыз. Осындай көп көлемдегі сұйық майға етті қуырып аламыз. Бірінші етін қуырамыз,
жақсылап бір 10-15 минуттай қуырып алған соң етін сүзіп біздің болгарский бұрыштарымызды қуырып аламыз. Бұны бір 5 минут қана қуырсаңыздар жеткілікті. Сүзіп алғаннан кейін капустаны қуырамыз. 3 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті, өйткені ол езіліп кетеді. Одан кейін қазанның түбінен бір 2-3 қасықтай майды алып қаламыз. Қазанды жумаймыз, бірден осы жаңағы қуырғанның үстіне қуыра бересіздер. Осы майдан бір 2-3 қасығын алып қалып, жуамен чеснокты қуырамыз. Сәл жуамыз қызарғаннан кейін біздің негізгі құпиямыздың бірі бұл лапиза. Томат емес, бұл менде лапиза. Бұның жасалуын видеоның соңында бөлек видео етіп қалдырып кетемін. Бұл бізге қызыл түс және ерекше дәм береді. Оның үстіне етімізді, бұрышымызды, капустамызды барлығын салып жібереміз. Бір жақсылап қуырып аламыз да араластырып, үстіне жаңа дайындаған суымызды құятын боламыз. Тұзын салып қойдым. Енді үстіне осындай бір кеседей ғана суды құйып, жақсылап орташа отта бұқтырып пісіретін боламыз. Лагманымыз осымен бізде дайын. Енді мен сіздерге лапизаның құпиясымен бөлісейін. Бұл бізде торт сататын жерлерден лапиза деп сұрасаңыздар береді, кептірілген түрі. Осылай ыстық суды құйып, 3-4 сағатқа, бұны да болмаса бір күнге алып қойсаңыздар болады. Дайын болған кезде басқа бөлігін және іштерін тазалаймыз. Дәндерінен тазалап, блендермен езіп дайындаймыз бұны. Осыны қосыңыздар. Осы ең негізгі дәм беретін лапизамен етінің дұрыс маринадта болуы. Барлығын осылай бір дәндегін қалдырмай тазалап шығасыздар да блендермен езесіздер. Осымен лапиза дайын болады. Бізде томат сияқты. Дәмі ерекше, жалғыз лагманға емес, басқа да тағамдарыңызға қоса берсеңіздер болады. Міне дайын болған түрі. Бұны холодильникте 3 күнге дейін, морозильникте 1 аптаға дейін сақтауға болады. Осымен лагмандарымыз дайын. Қамырын салып, үстіне подливасын құйдым. Өте дәмді шыққан. Жасап көріңіздер. Маған лайк басып өтіңіздер. Тағы да әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын.